Сәлем достар, бүгін растяжка жасауды үйрететін боламын. Бізге осындай дайын шаблонымызға жазуымызды жазып, шығарып аламыз және де шаблон бойынша қиып шығамыз. Енді дыроколмен растяжкамызды тесіп шығамыз. Мен осылай екі растяжкадан аламын. Сөйтіп, жоғары жағына дыроколмен тесемін. Осылай барлық растяжкамызды тесіп шығамыз. Растяжкаларымыз дайын тесіп қойдық. Енді лента кигіземіз. Бірінші растяжкаларымызды дұрыстап қойып аламыз. Атын жөндеп, аяла деп басынан бастап. Сөйтіп, лентамызды кигіземіз. Лентамызды кигізіп болғаннан кейін артық жерін қайшымен қиып тастаймыз. Қалған растяжкаға да лентамызды кигізіп шығамыз. Мінекей осындай әдемі растяжкамыз дайын болды.